Так прекрасно жить в ауле. Ауылда өмір сүрген сондай күшті. Кең таза ауаға, еркіндік, ешқандай уайым қайғы жоқ, ешқайда асықпайсың. Өз темпіңмен, ырғағыңмен жүресің. Табиғатта әдемі, қалада қарбалаң жұмыс. Ауылда олай емес. Бау-бақшаң бар, соны қарайсың. Бағатын малың, ұстайтын құстарың бар, оларды қарайсың. Жұмысқа барып, үйге келіп деген сияқты. Дәл қазір далада отырмын. Есік алдында, сағат түскі 2:30. Аспан көк көмбек тап-таза. Құлағымның жанынан зыңдаған шыбынның дауысы, біресе құстардың дыбысы, және алыстан бір трастың бойында кетіп бара жатқан машиналардың дыбысы сәл-пәл естіледі. Құстар чиқ-чиқ етіп, өздерінше бірдеңелер айтқандай болып сөйлеседі. Әлде ән сала ма? Білмедім. Күн тұнықтау, қатты жел жоқ. Арасында ғана әлсін-әлсін самал жел бетінде өтеді. Осылай отырып, өзің нағыз бақытты екенін сезесің. Осылай отырып, нағыз өмірдің не екенін сезінесің. Энергия болып мұрның бітелсе де, табиғаттың иісін қатты сезбесең де, гүлдердің иісін қатты сезбесең де, осыңа шүкір етесің. Әке-шешең қасыңда, бауырың бүтін, басың аман, елің тыныш, бейбітшілікте өмір сүріп жатырсың. Қалтаңда керек кезде жұмсайтын ақшаң бар, жейтін тамағың, киетін киімің, тұратын үйің бар. Осың бәрі нағыз бақыт демей, не дейсің? Шүкір етпей, кім шүкір етпек? Мен шүкір етпей, кім шүкір етпек? Құлағымның жанынан шыбынның дауысы кетпей ызың-ызың етеді. Олар да бір өздерінің тіршілігін жасап жатқандай. Көз алдыма ұшып жүрген, гүлге қона алмай, тыпыршып жүрген көбелекті көресің. Сап-сары гүлдер есігімнің алдында өсіп тұрған. Кейбір енді өсіп келе жатқан гүлдердің жапырақтары күнге шыжып, көріп тұрғандай көрінеді. Мүмкін су жетіспегеннен шығар. Қарғаның дыбысы да өзінше бір табиғатқа үлесін қосып жатқандай. Осы тыныштықта мәңгі алып келеді. Маужырап ұйқың келіп, отыра бергім келеді. Көлеңкеде отырмын дәл қазір. Есік алдында, дәл есіктің жанында. Әке-шешем үйде демалып жатыр. Мен сол үйде алда келе жатқан бір жоспарларыма дайындалып, далаға шығып кеттім. Осылай табиғатқа қарап, ұсқан құсқа қарап, көк аспанға қарап, өзімше осы аудионы жазып отырмын. Біресе тауықтың шақырған дыбысы естіледі. Бәрі бақыт, бәрі жақсылық, бәрі Алланың берген нығметі. Осыны көріп отқан көзім, естіп отқан құлағым, сөйлеп отқан тілім, сезіп тұрған тәнім, жүрегім, бәрі мен үшін берілген ең үлкен Алланың ризық несібесі, нығметі деп білем. Арасында қолыммен көзімді қасып қоямын. Соңғы кезде себебі аллергиям қозып жүр. Бірақ сонда да бақыттымын. Көзім аллергиядан ісіп тұрса да, мұрным демалмай бітеліп тұрса да, бұның нағыз бақыт екенін сезіп тұрмын.
себебі менде дәл қазір маған керектің бәрі бар. Осыны айырбастайсың ба десе, $1 миллиард болса да мен айырбастамас едім. Дәл осындай нығметті, осы қолда бар барлық нығметті айырбастайсың, мен ешқашан ештеңеге айырбастамас едім. Ондай ұсыныс болмайды да, деп білем. Алланың әрбір берген нығметін бағалайық. Осының барлығы Аллаға шүкір ету үшін берілген емес пе? Ауылдың өзінің бір ерекше осындай вайбы сезіледі. Бұл өте керемет. Оны тек ауылға келіп өмір сүргендер ғана біледі. Солай. Сондай бақыттымын. Шүкір.